бәленің барлығын біледі, анау деген сөз ауыр емес болмаса. Ауыр емес, рас қой енді, әдем деген сайын енді азында жігітке малсың ба деген мынау. Кімге малсың ба? Енді көп әңгіме біз білеміз ғой, көрермендерге қарағанда. Сондықтан да біреуді fan парақша болмай жатып, біреуді жақтамашы жатып, толық зерттеп біліп барып қолдаған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да астары бар әңгіме ғой жатыр. Дұрыс. Жоқ, не үшін сөйлеспедің? Сөйлескім келмеді, потому что. А онда не үшін шығарасың мұнда? Сен неге шығарасың? Сен неге алдын жоқ? Потому что Айданаға тиістің сен. Екеуінің жағдай ұқсас па? Бірдей ұқсас. Так что, өзіңе қара бірінші, сосын біреуді кінәла. Сен ақылдысың, сен күштісің. Аллаға шүкір. Молодец. Продолжать едем. Пожалуйста, выше. В мою сторону вообще не разговаривай. Не саған айтқан вообще. То, что касается меня, мимо ушей пропускайте. Қызық емессің негізі маған. Қызық емес, просто тақырып шығып тұрғаннан кейін бұл талқылау керек болып тұрмыз. Отырма, маған неге істеу керек екенін То, что касается меня, үйретпе маған. Үйретпе саған. Үйретпе. Мың рет қайталасың үйретпе. Сондай, получается, наедине сөйлесе алмайсың, эфирде халықтың алдында сөйлесесің да, очко жинау үшін да? Бұндай қыздар не істеу керек? Мен камераға ойнамау керек. Камераға ойнамау керек, дұрыс сөйлесең. Негізі, шарам болмасын. Чтобы не дышала по маскам. Онда не үшін келдің? Екіншіден не үшін келдің? Сөз жоқ. Хайп үшін келдің? Жоқ емес, сенші. Хайп үшін келдің? Сен не үшін келдің? Дұрыстап сұрақ қойшы біріншіден. Мен Жүрсің ба, Агата, о болсын деп не? қызғанып мына бізде. Қызғанып жатқан жоқпын, бәрін наплевать. Мен сұрағым